Barşаңызға сәлем, есімім Арайлым, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен керемет шелпек пісіру әдісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға ыстық сүтімізді, майымызды салып араластырамыз. Үстіне қантымызды, тұзымызды және шым-шым ас содасын қосып тағы араластырамыз. Електен өткізген ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды салафанға салып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын, 7 бөлікке бөліп, жайып бастаймыз. Достар, менің каналым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Осылай домалақтап, дайындап, бетін жауып, шетінен қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымыз қатты, қалың да емес, жұқа да емес, орташа қалыңдықта болсын. Осылай күлшелерімізді жайып алғаннан кейін барып, майларыңызды қыздырыңыздар. Міне дайын, бетін жауып, майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді пісіріп аламыз. Маған қатты қызартып пісірген ұнағандықтан 1 минуттай ұстадым. Өте дәмді, керемет, ауызда еритін шелпек болады. Жасап көріңіздер.